Жүзімнің пайдалы қасиеттері ежелгі Мысырда белгілі болған. Содан бері жүзім тек қана дәмділігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де әлемге танылды. Әсіресе жүзімнің көптеген дертке дауа екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Сонымен жүзім туралы не білеміз? Баршаңызға сәлем. Бұл пайдалы кеңес арнасы бүгінгі видеомызда жүзімнің адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы және жүзім жайлы сіз білмейтін қызық дерек айтпақшымыз. Ал сіздер видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видеоны достарыңызбенен бөлісе отырыңыздар. Жүзімді көп өсіретін аймақ негізінен Кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10 мыңдай түрі кездеседі. Піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондық гидрат, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,6 миллиграмм темір аз-аздан болса да, басқа да элементтер, түрлі дәрумендер, су кездеседі. 100 граммында 60 калория бар. Жүзім құрамындағы дәрумендер миға өте пайдалы. Түстен кейін қос уыс жүзім, немесе жүзімнің бір кесе таза сығынды шырынын ішу денеге де, ми жасушаларына да өте пайдалы. Калория тұрғысынан 1 келі жүзім, 1150 грамм сүт, 390 грамм ет, 300 грамм нан және 1200 грамм картопқа тең деп саналады. Бұған қоса емдік қасиеті бар амин қышқылы, А және В дәрумені, В1, В2, калий, магний, кальций, силиций, йод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтері де жүзімнің құрамында кездеседі. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуының алдын алуға таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуіне қамтамасыз етеді. Шырынындағы биофлавоноидтар арқылы С дәруменінің белсенділігін арттырады. Жүзім қасиетінің Құранда айтылуы да тегін болмаса керекті. Не десеңіз, қандағы оттегін жүргізетін гемоглобин синтезіне қажетті темір мен бүйректердің жұмыс істеуіне және жүрек соғысының реттелуінде жұмсалатын калий онда өте көп кездеседі. Дәрумендер мен минералдарға қоса жүзімде жүйке жасушалары үшін қажетті 15 түрлі амин қышқылдары бар. Тіпті барлық тіршілік иелерінде 20 шақты амин қышқылдары кездесетіндігін ескерсек, жүзімнің тамақ мәзірінде алар орнын ұғына түскендейміз. Қоректің ыдырау нәтижесінде пайда болған немесе темекі, ішімдік, ауаның ластығы секілді зиянды қалдықтар капилляр тамырлардың қабырғаларын зақымдайды. Мұндай зақымдануға қарсы жүзімде кездесетін кейбір күшті антиоксиданттар, еркін радикалдардың әсерін жоятын заттар, төменгі тығыздықтағы зиянды лейкопротеиндердің капилляр тамырларды түзілуіне бөгет келтіретін қасиетке ие. Осы тақырыпқа қатысты бір зерттеуде ірілеу қара жүзімнен жасалған жеміс шырыны берілген кісілерде липопротеин холестеролдың тотығуға ұшырамағандығы анықталған. Зерттеушілер егер көп уақыт ішілсе, жүзім шырынының липопротеинге деген әсерінің анағұрлым көбірек болатындығын аңғарған. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де, мидың да тынығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр аурулары, анемия делінетін қан азаюды емдеуде көп қолданылуымен қатар, құрамындағы жеміс қышқылдары тартарик, малик, суксиник, фумарик, пирувик, глюколик қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне де көмектеседі. Дененің вирусқа қарсы тұруын да күшейтеді. Жоғары калориялы болуымен қатар, құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім өте тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болғандықтан, оның калориясы өте жоғары. Әрі темір мен кальцийге өте бай.
жүзім қатерлі ісіктен қорғау ерекшелігіне ие. Клетка іші молекулаларда ісік пайда болуына апаратын еркін радикалдар шабуылын тойтару жүзімге берілген таңғажайып қасиет. Яғни ол қатерлі ісік ауруының алдын алады. Екінші жағынан, жүзімнің құрамындағы ең маңызды заттардың бірі ресвератролдың раққа қарсы әсер ету күші бар екендігінде. 1985 жылы Жапонияда жүргізілген зерттеу еңбектерінде де анықталған болатын. Бұл зат өсімдіктер тарапынан өндірілетін фитоалексин тобына жатады. Ресвератрол жануарлар тарапынан өсімдіктер желінген кезде ауру тудыратын факторлардан немесе өте күшті ультракүлгін сәулелерден өсімдікті қорғау үшін синтезделетін зат. Ресвератрол жер жаңғақ, түт секілді 70 шақты өсімдік түрлерінде, сондай-ақ негізінен ең көп мөлшерде жүзімде кездесетіндігі анықталған. Ресвератрол көбінесе қызылқара жүзімдердің қабықтарында болады. Сол себепті жүзім жегенде оның қабығын қоса жеген дұрыс. ақш-та жүргізілген бір зерттеуде ісігі бар тышқандарға 4 айдан аса апта сайын 2 рет 1, 5, 10 немесе 25 микрограмм ресвератрол берген зерттеушілер ресвератрол берілмеген тышқандарға қарағанда берілгендерде ісіктің өте тез қайтқандығын байқаған. Жүргізілген тағы бір зерттеуде америкалық ғалымдар қара жүзім шырынының жүрек ауруларына қарсы антиканцерогендік ықпалы барлығын растаған. Қара жүзім шырынының қан бөгелуіне де қарсы ықпалы барлығы анықталған. Джордан университеті ғалымдарының бірі доктор Жан Фридман 2 апта бойы 20 адамға күніге 2 кеседен күлгін жүзім шырынын берген. Нәтижесінде қандағы Е дәрумені 13%-ға, қан плазмасының жалпы антиканцероген мөлшері 50%-ға артқан. Бұған қоса тексеруге алынғандарда қандағы бөгелменің, яғни варикоз ауруының анағұрлым реттелгендігі анықталған. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видеомызда жүзімнің адам ағзасына пайдасы, қандай пайдасы бар екенін толық жеткіздік деп ойлаймыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Пайдаларыңызға жарасын.